2016 жылдың қаңтар-мамыр айларындағы инфляция көлемі 4,2%-ды құрады. Азық-түлік өнімдерінің бағасы 5 айдың ішінде 4,3%-ға, ақылы қызметтер 4%-ға қымбаттаған. Ұлттық экономика министрінің ақпаратына сәйкес, өткен жылдан бері жемістер 9%-ға, кондитерлік өнімдер 7,8%-ға қымбаттаған, ал ұн өнімдері мен құс етінің бағасы 4,6%-ға, киім мен аяқ киім құны 3,8%-ға өскен. Сонымен қатар, дәрі-дәрмек құны 12,4%-ға, денсаулық сақтау қызметтері 6,4%-ға қымбаттаған. Күнделікті қолданылатын ыстық судың құны 8%-ға, коммуналдық қызметтер 20,3%-ға артқан. Өткен жылмен салыстырғанда бағасы өскен қызметтердің ішінде демалыс, көңіл көтеру және мәдениет саласы да бар. Оның құны 2,6%-ға қымбаттаған, ал алыс аймақтарға пойызбен бару 11,5%-ға қымбаттаса, қала ішінде автобуспен қатынау 6,2%-ға қымбаттаған.